Bismillahirrahmanirrahim. Аса биік мәртебелі президент Нұрсұлтан Мырза, Егеменді Қазақстан және Қазақстанский правда газеттеріне қымбат уақытыңызды бөліп, сұхбаттасуға келіскеніңіз үшін сізге үлкен рахмет. Заман уақыт солай, бұл кездесудің мәні зор деп ойлаймын. Уақыт өткізбей, бірден әңгімеге көшсек деп едім. Рұқсат болса, бірінші сұрақ. Жоғарғы кеңестің 8-ші сессиясының 2-ші жартысы басталған 17 маусым күні үкімет үйінің іргесінде рұқсат етілмеген митингі басталды. Оны ұйымдастырушы жас партиялар көрінеді. Олардың талаптарының кейбірі қазіргі үкімет орнынан түссін дейді, жекешелендіру тоқтатылсын дейді, коалициялық жаңа үкімет құрылсын, оған жаңа партиялардың өкілдері енгізілсін дейді. Партия мен комсомолдан өткен халық депутаттары орындарын босатсын, ол орындарға жаңа партиялар өкілдері сайлансын дейді. ақш пен ядролық қару жөнінде келісім шарт бекітілмесін дейді. Ресей және басқа елдермен жасалған келісім шарт бекітілмесін дейді. Осыған қалай қарар едіңіз? Әне күні өзіңіз қатынастыңыз, ол жөнінде жазушы ағайлар мен інілермен біраз әңгіме болған. Осы сұрақтарға жауап бергенбіз. Теледидардан да біраз көріністер болды ғой деймін осы жөнінде. Дегенмен сұрақтарыңызға жауап беру үшін айта кететінім, осы кездерде біздің премьер-министріміз Терещенко жолдас менің тапсырмаммен Оманда болды. Оманда болып, сол Оманның короліменен көп нәрсеге келісіп, олар бізге қаражат беретін болып, ауыл шаруашылығын көтеретін болып, бәріне қол қойып келгенде, Мәскеудің радиосы аэропортқа келген кезде, табалдырыққа басып тұрған кезде, Ресейдің елшісі айтады. Жаңа шығарып салып тұрған Оманның министрлеріне. Қазақстанда ушу болып, Россияның радиосы мен телевидениесі айтып жатыр. Халықтың барлығы көтеріліп, президентінде, премьер-министрінде бәрінде қоғалы жатыр. Барлық Қазақстан көтерілді, сөйтті бетті. Осында әдейі Ресейдің, Мәскеудің жасап отырған дабырламасының арқасында жаңағы корольдің шығарып салуға жіберген адам айтады дейді, онда қалай болды, онда жаңағы келісіміміздің бәрін тоқтата тұрамыз деп айтады дейді. Мінекей. $300 миллион бірнеше жылға өте бізге пайдалы процентпенен берейін деп отырғаны, соның барлығы бір сағатта бұзылып кететін. Қашанғы мен айтам.